Жан-жақты көрсетіліп отырған мемлекеттік қолдаулары бүгінде еліміздегі кәсіпкерлік саласының дамып, оның қоғамдағы өз үлесін алуына бірден-бір мүмкіндік тудырып отыр. Соның бірі 2017 жылдан бастап жүзеге асырыла бастаған нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту атты еңбек бағдарламасы. Ал сол мемлекеттік бағдарламаның толықтай жүзеге асуына қолдау көрсетіп жүрген кәсіпкерлердің қатарында ауданымыздағы әлеуметтік жағдайы төмен қыз-келіншектер мен көп балалы аналарға арналған тегін мамандық курстарын меңгеретін орталықты ашып отырған Айгерім Түлкібаева бар. Бұл салалық дамыту курсын оқытатын мекеме Қаскелең қаласындағы Жетісу кешенінде орналасқан. Осы бағдарлама арқылы бізге қазір көптеген көп балалы аналар, қыз-келіншектер келіп оқып жатыр. Қазіргі таңда 70-ге жуық қыз-келіншектер біздің оқу орталығында білім алып жатыр. Ал қазіргі таңда мұнда 50-ге жуық тәлімгер, тырнақ күтімінің шебері, бет әрлеуші, шаштараз, кірпік жабыстыру шебері, қас бояйтын маман бағыттары бойынша тегін өз білімдерін жетілдіруде. Аталмыш курстан өту үшін алдымен аудандық жұмыспен қамту орталығына тіркелу керек. Одан кейін тәлімгерлер оқу курсында 1 ай бойы теориялық дәріс өтсе, қалған 2 ай көлемінде тәжірибе жүзінде жаттығады. Орталықта оқып жатқан нәзік жандардың айтуынша, білікті жетілдіру курсы көңілдерінен шығып жатыр. Тәжірибе жинақтап, оқу үйреніп жүргенде тек қана бір кәсіп бастап, ақша жасайын деген мақсатта емес, жалпы адамның өміріне өзгеріс әкеледі дегенді айтқым келеді. Өйткені біздің қыздар да ұжымдағы Нәжер Кабировнаның студиясы да, мастерлерде барлығы да сондай жағдай жасап отыр бізге. Қазір мен перманент макияж, сол арқылы өзім үйреніп жатырмын, қас татуаж бойынша. Сол өзіме ұнайды, қазір біраз үйреніп қалдым. Сол Айгерім Кабировнаға, Сашаға, осы үйретіп жатқан мастерлердің бәріне рахмет айтамын. Сұранысы мол кәсіптің тетігін табуға жол ашқан Айгерім Кабир қызының бастамасы шынымен ақ ұтымдақ. Отбасы ошақ қасынан шыға алмай жүрген әйелдер қауымына зор мүмкіндік жасап отырған кәсіпкерде алдағы уақытта сәттілік тілейміз. Сюжетті дайындағандар: Бұрым Орынбасар, Бағдәулет Талипов.